Міне апорт жақта тағы да видео түсіремін. Қарап отырыңыздар. Әне, адамдар жолға былай тағы шығып алған. Міне. Міне үш қатар жолды міне екеуін жауып тастады. Енді бір қатар ашып қойды. Ана жақтан апорттан тағы машина шығып келе жатып, ана тікке келе жатқан машинамен қысылып қалды әне. Бір минут тиіп. Содан кептеліс болып жатыр. Енді кептеліктің санымы ой, ана қаланың ортасына дейін соғып кеткен енді. Енді мына ана жерде неге соғылып қалды ана апорттан шығып барған машина? Өйткені жолда адамдар жауып тастаған. Адамдарды қашам деп ана қысылып қалды да. Міне. Енді мына жақты қара. Мына бетон қойды. Бетон үстінен аттап ар жағында адамдар тағы тұр. Мына видеода көріне ме, көрінбей ме білмеймін міне. Әне тұр міне. Бұлардың бәріне айыппұл салу керек. Олар жабай адам жақпа кеткен ғой. Шымкентте де осындай болған дейді. Адамдар жолға шығып кетіп, кептеліс жасайды дейді. Содан айыппұл салып, бәрін тазартып тастаған дейді. Қазір кептеліс жоқ дейді. Міне мына адамдардың өзі міне кептеліс жасап отыр қолдан. Мына адамдар бір-біріне айтпайды. Ұйымшылдық жоқ. Мына жолды жауып тастамайық, кішкене шетте тұрайық деп. Бізде міне көрдің бе, мына қоғам ағарушыларды қолдамайды. Міне көрдің бе, халықтың көретін өке мына арзан күлкі, сол сияқты болмайтын нәрселерді қарайды. Мына саналары барға білімдер даммай қалған. Енді міне көрдің бе, мына жақта машиналардың екі қатарын жауып тастады, ертең үш қатарын жабады. Мына бетонның ар жағындағы жолды да жабады, ертең қарап тұр. Міне бір қатарын жауып тастады, міне ар жағында. Енді ар жағында екі қатар, үш қатар бәрін жабады. Сол үшін мына айыппұлды аямау керек боларға.